Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Біз бүгін өте дәмді әрі витаминге толы кешкі ас дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Бізге керекті ингредиенттер: сиырдың қарыны және картоп, пияз, сәбіз, ащы бұрыш және сарымсақ, болгар бұрышы және де тұз, қара бұрыш, қызыл бұрыш және қосымша дәмдеушілер қоссаңыздар болады. Ең алдымен картопты жуып тазалап, осылай майдалау етіп турап шығамыз. Болгар бұрышында осылай 4 бұрышты етіп турап шығамыз. Маған осындай тағамдарда сәбіздің майда болғаны ұнайды, сол себептен сәбізді де 4 бұрышты етіп майдалап турап алдым. Ендігі кезекте пиязды турап аламыз. Мен пиязды кішкене үлкендеу етіп турадым. Маған солай ұнайды. Енді сарымсағымызды майдалап турап аламыз. Біздің тағамыздың ең басты ингредиенті ол осы сиырдың қарны болып саналады. Мен жуып тазаланған қарынды суға пісіріп алған болатынмын. Осылай пісіріп, толықтай пісіріп алсаңыздар ыңғайлы болады. Бұл тағамға қарыннан басқа етті және ішектерді қоссаңыздар да болады. Әркімнің өзінің қалауы бойынша қоса берсе болады. Міне осылай барлық ингредиенттерімізді дайындап аламыз. Енді қызып тұрған қазанымызға кішкене май құямыз да, жаңағы турап алған қарнымызды салып, жақсылап тұрып қуырып аламыз. Кішкене қызарғанша қуырамыз. Кішкене қуырылғаннан соң үстіне пиязды салып, жақсылап пиязымыз қызарғанша қуырамыз. Міне бізде осылай қуырылғаннан соң үстіне сәбізді салып, оны да жақсылап қуырып алатын боламыз. Көкөністер мен қарын осылай қуырылғаннан соң үстіне картопты салып, кішкене қуырып аламыз. Егер де сіздердің қарындарыңыз майлы болатын болса, сіздер су құймай-ақ қойсаңыздар болады. Мен майлы болмағандықтан кішкене су құйдым да, кішкене араластырып жіберіп, астын жай қойып, қазанның қақпағын жауып, шамамен 20 минуттай бетін жауып бұқтырып қойдым. Тағамымыз дайын болып қалғанда үстіне болгар бұрышын, сарымсақты салып, жақсылап араластырып аламыз. Енді дәміне қарай тұз, бұрыш салып және жаңағы ащы бұрышымызды салып, араластырып жіберіп, тағы 10 минуттай бұқтырып қоямыз. Міне біздің тағамыз осымен дайын, өте дәмді болып шыққан. Маған осылай қарынды қуырған өте қатты ұнап қалды. Енді әр кезде осылай жасайтын боламын. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Астарыңыз дәмді болсын. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Сіздермен бірге болған Раушан.